Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы Қазақстан-Өзбекстан мемлекеттік шекарасын шегедеу туралы шартты ратификациялауына туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Бұл туралы Ақорда мәлім етті. Бұдан бұрын бұл туралы сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василевскі екі ел арасындағы шекара сызығын 5 шақырымға ұзартуын мәлімдеген. Кейінгі 19 жылдағы демократиясыға байланысты процестер кезінде шекара сызығы өтетін тұстар нақтылайды. Бұл мәселеде екі тараптың да мемлекеттік жерлері халықтың мүдделерін, шекара кезектігінің қолайлы болуын ескерілді. Осылайша шекара сызығы 5 шақырымға ұзартылып отыр. Нақты айтсақ, тұтас шекараның ұзақтылығы 2356 шақырым, 666 метр болды. Осылайша 5 шақырымға ұзын бола түседі, деп жазды Валенский. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.